2024 жылдың 2 қыркүйек күні Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қазақстан халқына өзінің кезекті жолдауымен шықты. Бұл жолдаудағы өзекті сондай бір мәселелердің бірі бұл су қауіпсіздігі және судың ластануының алдын алу, жалпы суды үнемдеу процесі. Бұл Қазақстан Республикасының күн тәртібіндегі үлкен мәселелердің бірі болды. Енді қазіргі кезде мына гидрогеология, гидрохимия, гидробиология, су ресурстарын қорғау және басқару, трансшекаралық су қауіпсіздігі саласында пәнаралық интеграцияланған білім беру бағдарламалары жоқ деп айтуға болады. Сондықтан да Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінің алдындағы үлкен мәселе бұл жақсы кадрларды даярлау болды. Сондықтан да біз мына Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің тапсырысымен 2023-24 оқу жылына жаңа білім беру бағдарламасын іске асырдық. Ол білім беру бағдарламасы бізде IT және жаратылыстану ғылымдары жоғары мектебінің экология және география кафедрасында іске асырылып жатыр. Ол білім беру бағдарламамыз бізде гидроэкология, менеджмент және трансшекаралық су қауіпсіздігі деп аталады. Былтыр 23-24 оқу жылына бірінші студенттерімізді қабылдадық. Олар қазір бізде 2-ші курста оқып жатыр. Ал биылғы жылы бірінші курсқа абитуриенттерді қабылдап, қазір олар міне студент атанып жатыр. Құдай бұйырса, міне 2 жылдан кейін біз мына геоақпараттық жүйелермен жұмыс жасай алатын, трансшекаралық сулардың су қауіпсіздігін математикалық модельдей алатын, эксперимент жүргізе алатын, жәнегі физикалық, химиялық жәнегі талдаулар жүргізіп барып, қандай да бір параметрларды бағалай алатын, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі мамандарды даярлап шығамыз деп ойлаймын. Енді қазір білесіздер, бізде заманауи технологияларды беру керек білім үрдісінде, және цифрлық технологияларды беру керек. Бұл білім беру бағдарламасының артықшылығы біз және оның алдында айтып кеткендей, біз тек қана гидроэкологтарды ғана дайындамаймыз, олар және менеджер бола алады. Одан кейін жәнегі судың ластануын зерттеу үшін бізде химия, биология, онан кейін су объектілеріндегі флора мен фаунаның да биоалуан түрлілігінің азайып бара жатқаны, ол да бір үлкен мәселе. Оны да зерттей алатын бізге жәнегі жан-жақты дамыған, сонымен қатар мына компьютерлік технологияларды да жақсы меңгерген, жәнегі геоақпараттық жүйелер деп айтамыз, біз GIS технология дейміз. Осы геоақпараттық жүйелерді жәнегі карталармен жұмыс жасау электронды түрде, одан кейін жәнегі химиялық эксперименттердің жәнегі модельдерін жасап шығару, жәнегі математикалық модельдерді қолданатын бізде жақсы мамандарды даярлап шығамыз.